Яна, шынымды айтшы, осы сен телесериалдар көп көресің бе? Көп көрем деп айта алмаймын, дегенмен де бір көрсем, оны бітіру өте қиын. Мысалы, түрік және Корей сериалдары өмір бітпейтін мелодрама. Жарайды, көрсең көр, егер мазмұнды болса, онда сабақ ал, ой түй. Бірақ біздікілер кей кезде тым асырып жібереді. Мен мынау еліктеушілікті айтамын. Я, байқадың ба, Корей сериалындағы жігіттер секілді біздің жігіттер де шаш қойып, киім үлгісін де қайталап жүр. Қыздарымыз сол телехикаялардағы қыздар сияқты мінез құлықтарын өзгертіп алған. Жарайды, Асхат, шетелдің цивилизациясына еліктейміз деп канализациясына түсіп кетпесек болды, ең бастысы. Я, ең бастысы сол. Армысыздар, біз бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін көретіндеріңіз. Еркін Мәулен Өзбекстанда туылғандығын неге жасырады? Жоқ, ондай түрткі болатындай үйтіп, сөяқта туыпты деген ондай мүлде ондай болмаған. Қалыңды қыз деген бойдақтар қалың мал туралы біле ме? Мен мысалға қыз жақтағыларға, ата-анасына, ата-әжесіне, жақын бауырларына беретін кит-биттер. Биыл қаяншының шаңырағында жар-жар әні шырқалмақ. Енді биылдан қалмай үйленіп қаламын деген ойым бар. Қытайлардың ойлап таппайтыны жоқ, Диана. Тағы қандай жаңалық ойлап тапты? Қытайда дәл қазір ауа температурасы 40 градустан төмен түспей тұр екен, тура Шымкенттегідей. Содан жатақханада тұратын студенттер аптаған ыстықпен күресу үшін жоғарғы оқу орнының спорт залын сұрап алып, сол жерге кондиционер орнатқызып, күндіз түні сол жерде сабақ оқып, ұйықтап жататын көрінеді. Не деген ұйымшылдық, не деген бірлік десейші, осындай таң қалдырмай қоймайтын жаңалықтарымыз көп болсын, ал қазір назарымызды ғаламтор жаңалықтарына аударайық. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды деген мақалды мына бір видеоға арнап аздап өзгертер болса, жел тұрмаса үйректер ұшпайды деуге болатын секілді. Ал қаланың қақ ортасында адасып жүрген мына үйректер жүргінші жолынан өту үшін жастардың көмегіне жүгінген сыңайлы. Енді мына қызықты қараңыз. Балапанның өзін асырап баққан егесіне бауыр басқаны соншалықты, ол кісіден бір қадамда қалар емес. Тіпті қуып та жетіп алады. Ендеше үй құстарына абай болыңыздар. Ізіңізден еріп жұмысқа келіп жүрмесін. Ол махаббат пен қыздар жайлы көп жырлайды. Бүгін бізде қонақта әнші Еркін Мәулен. Еркін, студиямызға қош келдіңіз. Бірінші сұрақ мынадан басталсын. Еркін Мәулен деген лақап есімің екен, және естуіміз бойынша сен Өзбекстанның тұрғыны екенсің. Яғни сол жерде туылғансың. Осын аққарасын ашып алайықшы. Кім айтып жүр өйтіп? Жұрт. Біздің білуімше сенің Өзбекстанда тұрған кезіңдегі атың басқа болған. Кейін Қазақстанда көшіп келген соң атың. Жоқ, жалпы менің атамның аты Мәулен. Мәулен Құлт болып жазылып жүргеннен кейін, мысалға Алтекемен жұмыс істеген кезімізде былай шешімге келдік. Өздеріңіз елестетіңіздер, алдарыңызда сахнада пәленше Еркін Мәулен Құлт деп алысып кеткен сияқты болды. Содан кейін Мәулен деп қысқартайық дедік. Ал бірақ Өзбекстанда тұрып келген екен, Өзбекстанның тұрғыны екен деген жоқ ғой. Өзіміздің Түркістан қаламыз, оңтүстік облысы, Түркістан қаласында 86 жылы өмірге келдім. Содан 95 жылдар біз Кентауға көшіп келдік, Кентау қаласына. Қалай Алматыға келдім? Болды 95 Кентауға көшіп келсек, 2004 оқуға түстім Алматыға. 2004-тен Алматыдан Өзбекстанда туылып деген қазір жаңалығы мен өзім шыны керек таң қалып отырмын. Жоқ, бізде бір дерек бар, сенің дүниеге келген жерің ол Өзбекстан. Және Қазақстанға сендердің отбасыларың көшіп келуіне не түрткі болды? Жоқ, ондай түрткі болатындай үйтіп, сөяқта туыпты деген ондай мүлде ондай болмаған. Мен өзім Түркістан қаласында туылғам. Жақсы, сенің азаматтығың осыдан 2-3 жыл бұрын өзбек еді. Қазір қазақ боласың ба? Өзбек болғанда біздің қанды былай, әкем жағынан, әкемнің анасы жетімдер, таза казашқа.
Бірақ мен өзім қожамын, өйткені анам қожа, менің әкемнің әкесі қожа. Сондықтан бірақ енді паспортқа біз мысалға қожа деп жазылмайды, ұлт жоқ қой. Сондықтан біз қазақ деп жазылғаннан кейін, бірақ жаңағы айтып отырған нелеріңізге мен таңғалып отырмын, Өзбекстанда туылған екен деген, ол Өзбекстанмен біздің шатысымызда жоқ. Ал неге сен құжатында онда ұлты деген жерге өзбек деп жазылған? Неге? Қашан? Жоқ, дәлелдеріңіз бар ма оған? Мен өзім көргем, сенің құжатында өзбек деп жазылған, ұлты деген жерде. Жоқ, менде қазақ деп жазылған. Шіркін лайфқа қатысатын кезде мен сенің құжатынан өзбек деген жазуды оқыдым, ұлты деген жерде. Сіздер жоқ, маған бүйтіп мынандай деп көрсетсеңіз енді мен қазір айтатын едім құжатың сіздерге. жоқ, сондықтан да ешнәрсе айта алмаймыз. Жарайды. Мүмкін қауесек шығар, кім білсін. Ол мысалға жаңа сіздердің айтып жатқан Өзбекстанда деп туылған екен деп жатсыздар. Бірақ Өзбекстанда былай алыстан келетін туыстарымыз да, таныстарымыз да бар, бірақ жалпы менің түбім Өзбекстанда емес. Мен өзім сол Түркістан қаласында туылып, сол жерде тәрбие алып Енді еркін сен Алтын бидайда ән айтыпсың. Алтын болдың. бидайда әнші де болдық, диджей де болдық. Кез келген кезде жаңағы ол кездерде енді осыдан бір 2004 түскен болсам, 2006-2007-лерде Алтын бидай ол кезде енді күркіреп тұрған кездері болатын. Сол кезде арнайы жаттығулар болатын, жаңағы конкурстар болатын. Сол жерге как арт-директор ретінде де қатыстым ол жерге. Көп нәрсені көріп, үйреніп, сабақ алдым десем, сенің өтірік болмайды. дипломың сандығының түрінде жатқанын білеміз. Мамандығың қандай? Құрылысшы. Қаныш Имантайұлы Сатпаев атындағы университетімізді 2008 жылы бітіріп, дипломды алып, әке-шешеміздің қолына беріп қойғанбыз. Жақсы, әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, қызықты бейне сюжетке кезекті берейік.